Сәлем кәсіпкер, егер сіздің тауарыңыз Каспиде жоқ болса және жүктеу барысында Каспи тауар брендін тізімнен шығармаса, онда сізге жаңа бренд қосу керек. Осы видеода бренд қосу нұсқаулығымен танысатын боласыздар және қуанышты хабар, төменде әдемі комментарий қалдырған 3 кәсіпкерге Каспиге тауар салып көмектесетін боламыз. Нұсқаулыққа келетін болсақ, келесі сілтеме бойынша өтеміз. Сілтемені видео астында қалдырдық. Алдымен тіркелмеген болсаңыз, тіркелуден өтіп аласыз. Біз сайтта тіркелгендіктен бірден логин, пароль жазып, войти батырмасын басамыз. Ары қарай запросы по контенту. Бұл жерде сіз бренд қосу ғана емес, басқа да сұраныстар, яғни запростар жібере аласыз. Олар редактирование товара, яғни Каспиде жүктелген тауарыңыз характеристикасында қате кеткен болса, және заведение новых характеристик, тауарға жаңа характеристика жазғыңыз келсе, осы жерден дәл осы бренд қосу нұсқаулығындай запрос жіберіп, өзгерістер енгізе аласыз. Бренд қосуға келсек, бренд вкладкасындағы добавление логотипа бренда сілтемесін басамыз. Ашылған парақшаны толтырамыз. Тақырыбы добавить новый бренд. Магазиннің атауы. Тауарыңыздың категориясы таңдалады. Бізде фильтр автотоварға жататындықтан автотовары таңдалады. Ссылка, например, Google'дан алдын ала дайындап қойған сілтемені көрсетеміз. Бұл жерде Каспи жалпы осындай тауардың бар екеніне көз жеткізу үшін сұрайды. Кәсіпкер назарына, егер сіздің тауарыңыз жеке өндіріс тауары болса және сайтыңыз болса, сайтқа сілтеме көрсете аласыз. Немесе онлайн консультантқа бренд атауын және логотип жіберіп, қосып беруін сұрасаңыз болады. Вложениеге тауар суретін немесе сайттан скриншот көрсетеміз. Төменгі жақтағы создать батырмасын басамыз. Осымен запрос жіберілді. Запросыңыз 1-3 күн ішінде Каспи мамандарымен қарастырылып, шешім қабылданатын болады. Назарларыңызға рахмет. Каналымыздың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз.